Кел балалар оқыған бір күнге класс пен топлық істің болар қайры, бастасаңыз алғалап, оқымаған жүреді қараңғыны қармалап. Ыбырай Алтынсариннің жазушылық қырлары. Ыбырай Алтынсарин бәрімізге белгілідей, ол педагог және ұлы ағартушы болған. Және ол бірнеше мектептер ашқан, бірақ ең басында Ыбырай Алтынсарин 1864 жылы мектеп ашқан кезде балаларға арналған оқулықтар мүлде болмаған еді. Дәл осы жылдары өнегелі ұстаз қысқа әңгімелер мен өлеңдер шығара бастайды. Оқу құралдарын жазуға кіріседі. Сол 1879 жылы жазған Қазақ хрестоматиясы оқулығына халық ағарту идеясын көтерген өлеңдерін кіргізді. Ыбырай атамыз жаңа дәуірдегі қазақ әдебиетінің қалыптасуына қомақты үлес қосты. Ол қазақ жастарын ең алдымен оқу, өнер білім, ғылым, техника тілін білімге шақырады. Кел балалар оқулық өлеңінде жастарға өмірдегі сарқылмайтын мол байлық, білім екенін айта келіп, білімге адамның қолы жету үшін ерінбей оқу, қажымай еңбек ету керектігін түсіндіреді.